Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тегін сабаққа қош келдіңіздер. Оразада жеңіл түрде ағзаны, денсаулықты қалыпқа келтіру туралы сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Жалпы бізде қазір ораза кезінде ең жиі мазалайтын менің пациенттерімде қазір инстаграмға да жазып жатыр. Басың айналуы, әлсіздік, ауызға шыдаммен келуі, іштің кебуі, қыжыл, оң жақ қабырға тұсы немесе сол жақ қабырға тұсының ауырсынуы және іштің қатуымен көбінесе мазалайды. Бұл белгілер пациентте не үшін пайда болады? Сізде де бар болса, плюс қалдырып жазып кетіңіздер. Жалпы бұл белгілер не үшін мазалайды сізді? Себебі бізде ұзақ ашыққан кезде, ауызды бекітесіздер, ауыз ашам дегенше ұзақ сізде ашығу болады. Ашыққан кезде бізде өт қалташасында өтіміз тұрып, сол жерде қоюлана береді. Қоюланғаннан кейін тамақ, сіз ауыз ашқан кезде тамақты өте көп мөлшерде жейсіз. Жегеннен кейін бұл асқазанға үлкен стрессовый состояние болады. Және де кейбір пациенттеріміз бар, сразу су ішпеуі мүмкін, или судан кейін сразу асқазанға майлы, қуырылған тамақтарды беріп қою, бұл біздің бауырымызға үлкен жүктеме болады. Соның кесірінен су аз ішіледі. Мысалы, аузын ашты, бұл бір стакан жол су ішті, ұйықтап қалуы мүмкін деген сияқты. Сол кезде су аз ішеді, бұл ішек өте баяу қозғалып, пациенттерімізде запорға алып келеді. Бұл запор мына жерде тұр, асқазан тамақта дұрыс қорытылмайды. Бұның барлығы ағзаға стресс. Стресс бізде ең жаман гормон кортизолды жоғарылатып жібереді. Соның кесірінен бізде организмде стрессовый состояние болады. Соның әсері бүкіл органдарға. Бауыр, өт, ұйқы без, гормон состояние, артық салмақтың пайда болуы, немесе кортизол қатты жоғарылаған кезде артық салмақ емес, керісінше адам азып кетуі мүмкін. Қатты арық болып жүрсеңіз, осы кортизолды дұрыстау керек болады. Жалпы осылай жүре берсе, жаңағы айтқан белгілермен жүре беретін болсаңыз, не болады? Созылмалы гастрит болады. Гастрит ол асқазандағыны шышты қабатты бұзып, осы жерде язваны пайда етеді. Язва болған кезде бізде хеликобактер, жаман бактериялар, кандидоздар пайда болады. Өттің қоюлануы, өттегі тасқа, өттегі құмға алып келеді. Бұл тастың жиналуы операцияға алып барады. Тас, ол жердегі қоюлану, немесе слаж болу, изгиб, загиб болу, бұның барлығы бауырға күш салып, бауырда майлану процесі басталады. Жировой гепатоз, стеатоз, соңында цирроз болуы мүмкін, және созылмалы шаршау. Ол шаршау бүкіл ағзаға әсер етеді. Стрессовый состояние, депрессияда жүргенде байқасаңыздар, таңертең ояна алмай қаласыздар, себебі кортизол өте жоғарылап кетеді. Тас болған кезде осындай үлкен тастар пайда болып, оны операциямен алдырып тастайды. Жалпы бұл өт, бауыр, асқазан қандай байланысы бар? Мысалы, біреулер тек қана өтін ғана емдеуі мүмкін, немесе тек қана бауырын ғана емдеуі мүмкін, системалар салдыру мүмкін. Бұл бір-бірімен тікелей байланысты. Мысалы, асқазан дұрыс жұмыс істемесе, асқазанда кислотность дұрыс болмаса, ол жерде бактерия көп болса, өт дұрыс бөлінбейді. Өт дұрыс бөлінбесе, бізде бауыр улана бастайды. Бауыр уланған кезде бүкіл гормондық өзгерістер болады. Щитовидкада проблема, женский жақта проблема. Не үшін қазір 2-нің бірінде әйел адамдарда щитовидкада проблема, женский жақта миома, киста деген нәрселер пайда болып жатыр, себебі бауырдағы өзгеріс. Бауыр уланатын болса, қан уланады. Қан уланған кезде ішекке бүкіл токсиндер жинала бастайды. Себебі бауыр фильтрация етілмей, қанымыз біздің бүкіл токсиндерге толып жатыр. Сондықтан бұл бір-бірімен бір жүйе. Мысалы, тек қана ішекті емдеймін, бауыр сен қоя тұр деген нәрсе жоқ. Бүкілін бірдей емдеу керек. Бұл тұтастай жүйе. Сондықтан біреуін ғана емдеу ол жеткіліксіз болып табылады. Ойланып қараңызшы, мысалы, сіз бауырға қаншама системалар алып жатырсыз, бірақ не үшін результат жоқ? Сол кезде результат болуы мүмкін, кейін уже сізде қайтадан сол проблемалар басталады. Не үшін? Себебі сіз бір ғана органды емдедіңіз. Сондықтан міндетті түрде тұтастай жүйені емдеу керек деген осы. Жалпы бізде УЗИ-ға түсіріп қараған кезде көп пациенттерімізде өттің қоюлануы, өттегі қисаю, өттегі изгиб, перегиб, өттің застойы, бауырдың майлануы, жировой гепатоз, немесе стеатоз болуы мүмкін. Немесе ұйқы безінде панкреатит, холецистит, диффузный изменение бауырда, ұйқы безде болуы мүмкін. Осы кезде дұрыс тамақтанбаса, осы диагноздар одан сайын күшейеді. Яғни, мысалы, қойыланып тұрған, слаж болып тұрған, одан сайын ол жерге су дефицит болып жатыр, тамақ дұрыс түсіп жатқан жоқ, сол кезде ол тасқа айналып, операциялық жолға кетуі мүмкін. Яғни біз ораза кезінде дұрыс тамақтанбасақ, осы диагноздар күшейіп кетеді.
Оразада ауруды күшейтпес үшін не істеу керек? Ең бірінші, ауыз ашар кезде асқазанды бірден жүктемеу, яғни бірден тойып тамақ жемеу. Өттің бөлінуін дұрыс жұмыс жасау керек. Өттің, яғни қойланып тұрса, оны ерітетін, өтті айдайтын препараттар қосып, және су режимін сақтау. Әр 1 килограммға 30 мл-ден күнделікті ішіп отыру. Ішектің моторикасын, яғни ішектегі токсиндерді шығаруға көмектесу, бауырды қолдау, қышқылдылықты реттеу, яғни асқазан кислотасы біздің қанның айналымын барлығын бұл жүйелі түрде керек деген сөз. Жалпы маған келетін пациенттер көбінесе изжогамен келеді. 10 жыл бойы мысалы амез ішіп жүрген пациенттер бар. Ол біздің асқазанды одан сайын бұзады. Язва пайда болуы мүмкін. Язва болғаннан кейін білесіздер, ол жер тесе берген сайын ол жерде қан үйіп, даже кейде пациенттер болады, операцияға кететін, яғни асқазанды кесіп тастайды. Өт тасына дейін жеткізгендер, диета ұстап шаршағандар, анализдер норма, бірақ жағдай нашар. Біз анализді емдемейміз. Мен мысалы анализге берем, бірақ дополнительный анализ, сіз мысалы анализде норма болып шығуы мүмкін, бірақ пациентте жалобалар бар. Мысалы бізде пациенттер келеді, өте шаршау, бірақ норма дейді, гемоглобинде норма, ферритинде норма, бірақ қараса уже пациентте субклиническалық гипотиреоз деген бар. Яғни пациенттің анализі норма, бірақ пациентте щитовидканың проблемасы болуы мүмкін. Соған байланысты біз қарап отырмаймыз, анализ қашан өзгереді. Сондықтан бірден пациентке ем тағайындаймыз. Сондықтан сондай пациенттер өте көп келеді. Сіздің шағымыңызға қарай дополнительный анализдер керек кезде ғана берем, а так сізде шағым болса, негізі емді сразу бастаған дұрыс. Көпшілігі 2-3 аптада уже жеңілдікке жетіп жатады. Не үшін? Себебі біз тек қана анализді ғана қарап отырмай, бірден емге көшкендіктен пациентте 2-3 аптада уже жеңілдік болады. Әсіресе мына суретте көріп тұрғаныңыздай, бізде ағзасын тазалаған кезде, өтімен, бауырымен, ішегімен жұмыс жасаған кезде пациентте осындай қолында жаралар болған. Сол қолы қышып, бұл бергі бетінен түсірілген, міне, до и после қарасаңыздар, бұл уже 3-4 максимум 1 аптадағы результаты. Себебі өті ақты, ішегі дұрысталды, бауырының функциясы дұрысталған кезде бүкіл токсиндер сырттан кете бастайды. Жалпы сондықтан мен сіздерге ораза кезінде 2 апта бойы мен сіздермен бірге болып, денсаулығыңызды жақсартатын, жеңілдікпен оразаны ұстай отырып, арнайы осы жобаны дайындап отырмын. Яғни сіз ораза ұстап жүрсеңіз, немесе белгілі бір себептермен ұстай алмай жүрсеңіз де, бұл сізге өте жақсы мүмкіндік. Яғни бұл бағдарламаның ішінде 14 күнде сізге дұрыс тамақтану жайлы ақпарат, қышқылдылықты реттейтін, табиғи жолмен өтті ағызатын, бауырдың қызметін жақсартатын, артық салмақпен сауатты түрде арылатын, ішектің микрофлорасын, яғни микробиоталарымызды жақсартатын, қандай анализдерді қосымша ретінде тапсыру керек сіздің шағымыңызға қарай, немесе УЗИде қандай өзгеріс болып жатыр, сізге қандай қазір ем керек, барлығын толық осы 14 күнде сіздермен бірге талқылап, денсаулығыңызды реттейтін боламыз. Бұл жай ғана диета емес, ас қорыту жүйесін реттеу алгоритмі сізге. Жалпы бағасына келетін болсақ, яғни 14 күнде толық денсаулығыңызды қалыпқа келтіріп, жақсартуға мүмкіндігіңіз бар. Негізгі бағасы 25 теңге, бірақ та дәл қазір осы 24 сағатта осы эфирді көріп, осы сабақты көрген пациенттеріме 9900 теңге. Тіркелу үшін міндетті түрде дайректке тоғысқан жіберіңіз, сізге сілтеме жіберетін боламын. Төлемді қабылдаған кезде арнайы телеграм каналға сіздерді қосамыз. Неге алу керек? Себебі оразада жағдайыңыз нашарламас үшін, өтті тастың алдын алу үшін, қыжыл, ішектің кебуі жүрмес үшін, энергиямен жүру үшін. Көп пациенттер бірінші, екінші күн әлсіздік болады, шаршау болады деген сияқты, осыны алдын алу үшін. Ұзақ жылдар бойы шешілмеген мәселені жүйелі шешу үшін. Себебі пациенттер кейде өзінде тас бар екенін, кейде ұйқы безінде проблема, немесе гормондағы проблема бар екенін білмеуі мүмкін. Сондықтан алдын алу үшін осындай 14 күндік жоба сізге өте жақсы көмектеседі. Ал егер алмасаңыз, әр ораза сайын сол симптом күше береді, өт қоюлана береді, өт қоюланған сайын білесіздер, уже құмға айналады. Құм ол тасқа айналады. Тас уже емделмейтін, қою тас болатын болса, немесе қат тас болатын болса, немесе көп тас болатын болса, мына пациентіміз сияқты, ол кезде операцияға кетеді. Менде сторисімді көрсеткен, пациентіміздің тасы бұл операциямен алынып тастаған. Осы тастар пайда болмас үшін алдын алуыңыз керек. Созылмалы гастритті тереңдетпей емдеу үшін
жарақ айнала тереңдейтін болса, энергияны төмендей береді егер алмайтын болсаңыз. Себебі дефициттер бола берген сайын бүкіл бізде митохондрия активтенбейді, сізде АТФ энергия бөлінбейді. Сондықтан да бұл 14 күндік жобадан міндетті түрде қалып қоймаңыз. Таңдау сіздікі. Давайте үлгеріп қалыңыздар, дайректке 90 жіберіңіздер.